сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға химия пәнінен интерактивті онлайн сабағын ұсынамыз. Сабақ 8-ші сынып оқушыларына арналған. Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің химия пәнінің мұғалімі Болатова Айбаршын Жұмкеевна. Сабақтың тақырыбы: химия кабинетінде және зертханада жұмыс істеу техникасын зерделеу, зертханалық құралдармен танысу. Бұл 8-ші сыныптың алғашқы сабақтарының бірі. Зертханалық құралдармен танысу практикалық жұмысымен ұласады. Сабақтың мақсаты: химия кабинетінде және зертханада жұмыс істеу техникасымен және зертханалық құралдармен танысу. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды. Химия кабинетінде және зертханада қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін білу, химия кабинетінде және зертханада қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін неліктен ұстану қажет екендігін түсіну, химиялық заттармен уланған кезде олардың денеге тиюі кезінде алғашқы жәрдем көрсете алу. Сын тұрғысынан қойылған сұрақтарға жауап іздеу арқылы химия кабинетінде қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін талдау, берілген ережелермен салыстыру. Қауіптілік символдары мен олардың атаулары арасында байланыс орнату. Химия кабинетінде қауіпсіз жұмыс істеу туралы не білеміз? Тәжірибені бастамас бұрын не істеу қажет? Қалай ойлайсыздар? Тәжірибені бастамас үшін мұқият нұсқаулықпен танысу қажет. Оқушы не істеп тұр? Оның іс-әрекетінде қандай қателік байқадыңыздар? Суретті мұқият қарап, жауаптарыңызды беріңіздер. Эксперименттерді жасаған кезде нұсқаулықты қатаң ұстану қажет. Заттарды дәл көрсетілген мөлшерде алу қажет. Сонымен осы оқушының қателігі неде? Ал бұл оқушы неліктен осындай жағдайға ұшырады? Бұл суреттен нені байқап тұрсыздар? Қайнап жатқан сұйықтығы бар ыдысқа төніп қарауға болмайды. Ешбір сұйықтығы бар химиялық ыдысқа төніп қарауға болмайды. Оның зардаптары осылай болуы мүмкін. Бұл суретте қандай жағдай бақылап тұрсыздар? Бұл жағдайды болдырмау үшін не істеу керек? Және осы жағдайдың алдын алуға болатын беді? Сынауықтың аузын өзіңізге, не болмаса жаныңызда тұрған адамға қаратып ұстауға болмайды. Химия кабинетінде оқушыларға қойылатын жалпы талаптар. Бұл нұсқаулықтардың талаптарын химия кабинетінде жұмыс істейтін барлық оқушылар ұстану міндетті. Оқушылар химия кабинетінде тек мұғалім қатысында ғана бола алады. Мұғалім болмаған жағдайда кабинетке кіруге болмайды. Химия кабинетін желдету кезінде оқушыларға кіруге болмайды. Оқушылардың зертханаға кіруіне тыйым салынады. Химия кабинетінде оқушыларға қойылатын келесі талаптар. Оқушылар химия кабинетінде мұғалімнің шақыруымен ғана кіреді.
кабинетіне. Жолдың үстіне портфельдер мен сөмкелерді қоюға болмайды. Оларды арнайы орындарға орналастыру қажет. Сонымен қатар столдың үстінде артық зат болуға болмайды. Химия кабинетінде тамақтануға, жүгіруге, шулауға, ойын ойнауға тыйым салынады. Жұмыс барысында химия кабинетінде оқушылар зейінді, тәртіпті болып, мұғалімнің нұсқауларын қатаң ұстану, тыныштық сақтау, жұмыс орнын таза ұстау қажет. Ал балалар осы ережелерді ұстанбаса, қандай жағдайға ұшырауға болады? Ал енді заттар мен ерітінділермен қалай жұмыс істеу қажет? Соған бір зейін аударайық. Кабинеттен көрнекі құралдар мен заттарды шығаруға тыйым салынады. Сабақ барысында үстел үстінде артық заттар болмауы тиіс. Неліктен, қалай ойлайсыздар? Неліктен зертханалық жұмыс жасап жатқанда артық дәптер, кітап, оқулық, басқа заттарды алып? Химиялық заттарды тек стол үстінде ғана басқа ыдысқа немесе құйып немесе салу керек. Неліктен химиялық заттарды тек химиялық стол үстінде ғана басқа ыдыстарға құйып немесе салу қажет? Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Заттар және ерітінділермен жұмыс істеу кезінде қатты және сусымалы заттарды қолмен ұстауға болмайды. Бұл таңба, символ бізге осыны білдіреді. Оларды ұстау кезінде кәр мен кәрденді қолдану қажет. Химиялық заттардың дәмін көруге болмайды. Заттар мен ерітінділермен жұмыс істеген кезде, мысалы газ күйіндегі затпен жұмыс істеген кезде, оның иісін анықтау үшін, оның ыдысын алысырақ ұстап, аздап желпіп көру керек. Мысалы, химиялық реакция жүріп жатқан кезде қандай зат бөлініп жатқандығын, қандай газ бөлініп жатқандығын білу үшін оның иісін арқылы анықтау үшін тек алыстан ұстап, аздап желпіп иісін көру керек. Тікелей иіскеуге болмайды. Неліктен балалар тікелей иіскеуге болмайды? Қалай ойлайсыздар? Сынауықты шайқау кезінде оның саңылауын саусақпен жабуға болмайды. Мысалы, кейбір химиялық реакциялар жүргізу кезінде оларды абайлап шайқау қажет, араластыру үшін оларды абайлап шайқау қажет. Сол кезде саңылауықтың аузын саусақпен немесе қолмен жабуға болмайды. Неліктен олай істеуге болмайды? Қалай ойлайсыздар? Оның салдары қандай болуы мүмкін? Ал бұл жерде біз сіздерді қыздыру құралдарымен жұмыс істеу ережелерімен таныстырамыз. Спирт шамын тек қана сіріңкемен тұтату қажет. Спирт шамын жалынның қақпақшасын жабу арқылы ғана өшіру қажет. Бұл бір спирт шамымен екіншісін тұтатуға болмайды. Және жанып тұрған спирт шамды бір орыннан екінші орынға көшіруге болмайды. Келесі видеода сіздер спирт шамымен қалай жұмыс істеу қажет екендігін тамашалайсыздар. Спирт шамының құрылысымен және жұмысымен танысайық. Ең біріншісі резервуар, спиртті құюға арналған ыдыс. Екіншісі қақпағы. Одан кейін түтікшесі бар диск. Ол фитилді бекітуге арналған және ыдыстың саңылауын жауып тұрады. Спирттің ағып кетуіне сыртқа шығуына кедергі жасайды.
және білте немесе фитиль спиртті ыдыстың саңылауына әкеледі. Сонымен спиртті жағу үшін қолданылады. Енді спирт шамының жұмысымен танысайық. Спирт шамын тұтатқан кезде басқа спирт шамынан тұтатуға болмайды. Спиртті қолдану үшін тұтатамыз. Спирт шамын тұтатамыз. Және спирт шамын өшірген кезде қақпақты қолдану керек. Оны үрлеуге болмайды, тек қақпағын абайлап жабамыз. Спирт шамының өшкенін көруге болады. Қыздыру ережелері. Спирт шамын қолдану арқылы әртүрлі сынауықтарды, басқа химиялық ыдыстарды, олармен біз әрі қарай танысамыз. Қыздыру үшін спирт шамын қолданамыз. Ал ол заттарды, ыдыстарды қалай қыздыру қажет? Қыздыру алдында сынауыққа сұйықтықты 1/3 бөлігінен асырып құюға болмайды. Қыздырып жатқан сынауықтың аузын өзіңізге, не болмаса қасыңызда тұрған адамға қаратып ұстауға болмайды. Оны сабақтың басында сіздер суреттен байқадыңыздар. Қандай салдарға әкеп соғуы мүмкін? Қайнап жатқан сұйықтығы бар ыдысқа төніп қарауға тыйым салынады. Неліктен, балалар, қайнап жатқан ыдысқа төніп қарауға болмайды? Ыдысты баяу қыздыра бастау қажет. Бұл жағдайда сынауықты баяу қыздыра бастау қажет. Ең алдымен оны түгелдей қыздырып отыру керек, қозғап отырып. Одан кейін зат орналасқан бөлігін түгелдей қыздыру қажет. Қыздыру құралдарын қараусыз қалдыруға болмайды. Спирт шамы, бензин жанарғысы. Бензин жанарғысы газ арқылы жұмыс істейді. Және колба қыздырғыш мысалы. Зертханалық құралдарды жинау және бекіту. Әртүрлі эксперименттер үшін әртүрлі зертханалық құралдар қажет болуы мүмкін. Оларды жинаған кезде, немесе оларды бекіткен кезде келесі ережелерді ұстану қажет. Шыныдан жасалған құралдарды жинау кезінде күш салуға болмайды. Қолды жарақаттап алу ықтималдығы шыны бөлікті қысуға жұмсалған күшке тура пропорционал. Бұл ереже нені білдіреді? Зертханалық құралдарды жинау және бекіту кезінде жұмысқа дайындалған құралды мұғалімге немесе лаборантқа көрсетіп алу қажет. Құралды жинаған соң, оны қалай жинағандығын көрсетіп алу қажет. Не үшін біз оны тексеруіміз қажет? Сынауықтарды және олар негізінде жасалған құралдарды, немесе оның сынауықтың ортасынан, немесе саңылауының жанынан бекітіңіздер. Неліктен біз ортасынан немесе саңылауының басынан бекітуіміз қажет? Қалай ойлайсыздар? Электр тоғы қолданылатын құралмен жұмыс істеген кезде абай болу қажет. Жұмыс аяқталған соң электр тоғын лезде өшіріп қойыңыздар. Химия кабинетінде жұмыс істеген кезде міндетті түрде алғашқы медициналық көмек көрсете білу қажет. Кез келген жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсеткен соң міндетті түрде медициналық мекемеге қаралу қажет. Осы ережені ұмытпауымыз керек. Дененің күйу кезінде көрсетілетін алғашқы жәрдем. Дене күйген жерін өңдеу үшін майларды және бояғыш заттарды, йод тұнбасы, бриллиант жасыл ерітіндісі сияқты бояғыш заттарды қолдануға тыйым салынады. Қай жағдайда дене күйуі мүмкін химиялық зертханада? Қалай ойлайсыздар? Күйік орнын этил спиртімен өңдеп,
құрғақ стерилді таңғышпен орап қояды. Улану көзінде көрсетілетін алғашқы жәрдем. Газдармен улану кезінде таза ауа мен тыныштық қажет. Ауыр жағдайда оттегі қолданылады. Қалай ойлайсыздар, газдармен уланғандығын қайдан білуге болады? Ең алғашқы белгілері қандай? Қышқылдармен улану кезінде 3-4 стакан жылу су ішіп құсып тастау қажет. Асқазанды таза жылы сумен шаю қажет. Судың жалпы көлемі 6 литрден кем болмауы тиіс. Бірақ осы жағдайды болдырмауға тырысу тиіс. Сілтілермен улану кезінде 3-4 стакан жылы су ішіп құсып тастау керек. Сірке қышқылының 2% ерітіндісін ішу қажет. Асқазанды таза жылы сумен шаю қажет. Судың жалпы көлемі 6 литрден кем болмауы керек. Бұл жағдайда міндетті түрде медициналық көмекке жүгіну қажет. Теріге зақым тиген кезде көрсетілетін жәрдем. Теріге қышқыл мен сілті ерітінділері тиген кезде ерітіндінің көріп тұрған тамшыларын теріден қағып жіберіп, қалғанын ағын судың астында жуу қажет. Тері жарақаттанған кезде қанның ағуын тоқтату қажет. Жара айналасындағы теріні йод тұнбасымен залалсыздандырады. Жараны стерилді сулықпен жабады және қайта таңады. Келесі қауіптілік символдары бізге нені білдіреді? Мысалы, химиялық зертханада жұмыс істеген кезде осындай қауіптілік символдарын білу қажет. Және заттарды бір орыннан бір орынға көшіру кезінде олардың сыртында қандай қауіптілік символдары бар және қандай ережелерді ұстану қажет екендігін білу үшін осы символдарды танып білу қажет. Ең бірінші қауіптілік таңбасы улы деген мағынаны білдіреді. Бұл таңбасы бар затты жұтқан кезде, немесе онымен демалған кезде, немесе терімен сіңірілген кезінде өлімге әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл заттармен абай болу қажет. Келесі таңба жебір немесе коррозиялық екендігін білдіреді. Теріге немесе көзге тиген жағдайда оны жебірлейді немесе күйдіреді. Осындай таңбасы бар заттармен жұмыс істеген кезде міндетті түрде арнайы қолғап киіп, арнайы көзілдірік киіп және арнайы киім кию қажет. Жалпы зертханада жұмыс істеген кезде арнайы киім кию қажет. Халат, қолғап және көзілдірік. Үшінші таңба символ тотықтырғыш екендігін білдіреді. Бұл тотықтырушы заттарға тән белгі. Қандай заттар тотықтырушы болып келеді? Қалай ойлайсыздар? Тотықтырушы деген сөздің мағынасы неде? Химиялық заттарда тотықтыратын, тотықсыздандыратын заттар болады. Олармен ары қарай химия курсында танысасыздар. Ал бұл белгі радиациялық деп білдіреді. Радиациялық деген сөзді естіген кезде не елестетесіздер? Радиациялық деген белгі арқылы көрсетілген заттар тірі ұлпаларды зақымдандырады. Оларды ДНК-ның зақымдануына және мутацияның әкелуіне мүмкін. Ал мынадай жалынның суреті бар таңбада таңбаның мағынасы жеңіл тұтанғыш екенін білдіреді. Бұл заттар лезде тұтануы мүмкін. Оларды қай жерде сақтау қажет? Оттан алыс жерде сақтау қажет. Ал бұл зат биологиялық тұрғыдан қауіпті екенін білдіреді. Бұл символ.
адам өміріне қауіп төндіретін биологиялық заттар осы символмен белгіленеді. Қалай ойлайсыздар? Адам өміріне қауіп төндіретін биологиялық заттар бұл қандай заттар? Бактериалды залал келтіретін заттар. Бактериалды бомба деген сөзді естідіңіздер ме? Ол нені білдіреді? Ол адамзатқа қандай қауіп төндіреді? Яғни осындай таңбасы бар затты көрсеңіздер, биологиялық қауіпті деп білесіздер. Келесі символ тітіркендіруші дегенді білдіреді. Ол жебір болып келеді, бірақ теріні қатты күйдірмегенімен оны қызартады. Жебір, ирритант ағылшынша, сондықтан мына жерде ай таңбасы көрсетілген. Бұл таңба келесі символдан ажыратуға көмектеседі. Келесі символ осыған ұқсас, бірақ аздап жалпақ болып келеді де. Оның қасында H, hazard деген символ. Hazard зиянды дегенді білдіреді. Ол улы заттарға ұқсас болып келеді, бірақ соншалықты қауіпті емес. Бірақ олды зиян келтіреді. Сондықтан бұл символ зиянды деп аталады. Ал сабағымыздың келесі бөлігінде практикалық тұрғыдан зертханалық ыдыстар мен құралдармен танысамыз. Сіздер танысқан зертханалық құралдар мен ыдыстарды міндетті түрде суреттеп алып, оларды атай беру алу керек. Сондықтан қазір сіздер зертханалық ыдыстар мен құралдармен келесі видеодан танысасыздар. Сұйық және қатты заттарды сақтауға арналған арнайы құтылар. Оның түссіз үлкен құтысы қатты ұсақ заттарды сақтауға арналған арнайы тығыны бар. Және сұйық заттарды сақтауға арналған аузы жіңішкелеу келеді, арнайы құтысы бар, арнайы тығыны бар. Одан кейін көлем өлшейтін, әртүрлі көлемдерді өлшеуге арналған қол бар. Пробиркаларды шаюға арналған шайғыш, оның ішіне дистилденген су құйылады да, түтікшесі арқылы пробиркалар шайылады. Заттарды қыздыруға арналған кәрден шашке, кәрден табақша дейміз. Осылардың барлығы бізде контейнер ретінде қолданылатын ыдыстар. Келесі массаларды өлшеуге арналған құралдар. Таразы, электрондық таразы, және аналитикалық таразы. Бұл жерде аналитикалық таразының қазіргі заман үлгісі көрсетілген, арнайы өлшейтін шкаласы бар, және электр тоғы қолдану арқылы екі таразыда жұмыс істейді. Келесі көлем өлшеуге арналған ыдыстар, мысалы цилиндр. Өлшем бірліктері бейнеленген цилиндр. Одан біз қажетті мөлшердегі сұйықтықты өлшеп аламыз да, реакцияны қолданамыз. Цилиндрлер 10 мл, 25 мл, 10 мл, 25 мл, 100 мл, 250, 500 бола алады, 10 мл дегендері. Өлшеу үшін тағы стаканды да қолданылады. Оның да арнайы өлшем бірліктері көрсетілген. Эрленмейер колбасы да, жаңағы конустық колбада өлшеу үшін қолдануға болады. Олардың дәлдігі 10%-ке дейін барады. 10%
кездейін кемшілік болуы мүмкін. Жаңағы стаканда және кәдімгідей колбасында. Және сонымен қатар көлем өлшейтін колба. Ол арнайы нақты көлемді өлшеуге арналған, және оның дәлдігі өте жоғары болып келеді. Өлшем дәлдігі өте жоғары болып келеді. Көлемді өлшеуге тағы біз бюретка қолданамыз. Бюретканы арнайы химиялық эксперименттерде өте аз мөлшерде, дәл мөлшерден сұйықтық алу керек болған кезде қолданылады. Ондай титрлеу әдістерімен сіздер жоғары сыныптарда танысасыздар. Бюретканы арнайы штативке бекітеді. Онымен кейін танысамыз. Пипеткалар. Әртүрлі пипеткалар көлем өлшеуге арналған. Келесі көмекші құралдар, бізде көмекші құралдар, пробиркалардың штативі, пробиркаларды ұстап тұрушы қолданылады химиялық реакциялар кезінде. Одан кейін келесі асбест торы. Асбест торы қыздырылған колбаларды және стакандарды, басқа ыдыстарды қою үшін, немесе қыздыру кезінде қою үшін арналған көмекші құрал. Зертханалық ыдыстар және құралдармен таныстыңыздар. Енді олардың сұлбасымен танысайық. Бірінші, сынауық. Заттардың аз мөлшерімен жұмыс істеуге арналған. Сұлбасын суреттеп алыңыздар. Неліктен біз олардың сұлбасын суреттеуіміз қажет? Қалай ойлайсыздар? Зертханалық жұмыстарды безендірген кезде сіздер оның нақты суретін емес, сұлбасын салатын боласыздар. Бұл сұлба олардың ғылыми сұлбасы болып табылады. Келесі, химиялық стакан. Заттың көп мөлшерімен жұмыс істеуге арналған. Заттың көп мөлшерімен жұмыс істеуге арналған. Сұлбасы келесідей болып келеді. Бұл сұлбалардың нақты суретінен айырмашылығы неде? Келесі, конустық колба. Заттың көп мөлшерімен жұмыс істеуге арналған. Сұлбасын суреттеп алыңыздар. Өлшегіш цилиндр сұйықтықтардың қажетті көлемін өлшеуге көмектеседі. Өлшегіш цилиндрдің сұлбасын салған кезде міндетті түрде өлшемдерінде көрсету қажет. Құтылар. Сүзу, сұйықтықтарды құю үшін қолданылады. Құтының сұлбасы келесідей. Ал бұл зертханалық құрал тұрғы. Оның сұлбасы келесідей болып келеді. Тұрғының құрылысымен алда танысамыз. Спирт шамы. Қыздыруға арналған құрал. Оның сұлбасын тек жоғарыға қаратқан стрелка арқылы көрсетеміз де астына жылу деп жазып қоямыз. Кез келген қыздыру құралын осылай көрсетуге болады. Ал енді өздеріңіз берілген ыдыстардың сұлбаларын ұсыныңыздар. Және бұл кестені толтыруға тырысыңыздар. Карден шәшке, буландыруға арналған шәшке, фарфор келі мен келсап, қатты заттарды ұсатуға арналған. Сынауық ұстағыш, химиялық реакция жүргізген кезде сынауықты қауіпсіз қыздыру үшін қажет. Неліктен біз сынауықты ұстағышпен ұстаймыз? Қалай ойлайсыздар?
бұл тұрғынның құрылысы. Тұрғынның құрылысымен мұқият танысуымыз қажет. Көптеген химиялық эксперименттер жүргізген кезде осы тұрғынның көмегіне жүгінетін боламыз. Ең біріншісі санмен белгіленген бұл түп қойма. Түп қойма тұрғыны орнықты ететін сүйемел. Баған екінші, ол табан мен сақинаны бекітуге арналған. Муфталар табан мен сақинаны бағанға бекітеді. Табандар төртінші, бұл сынауықты бекітуге арналған құрылғы. Сақиналар стаканды, колбаны буландыруға арналған, шәшкені орналастыруға арналған. Қысқа ғана видеодан қазір тұрғысын қалай бекіту қажет екендігімен танысасыздар. Штативті құрылысымен танысайық. Түп қойма тұрғыны орнықты ететін сүйемел. Баған табан мен сақинаны бекітуге арналған. Муфталар табан мен сақинаны бағанға бекітеді. Оны мұрат қысып төмен немесе жоғары түсіруге болады. Және сақиналар. Олар стаканды, колбаны буландыруға арналған, шәшкені орналастыруға арналған. Қалай ойлайсыздар? Тұрғыны қандай мақсатта қолданамыз? Неліктен тұрғының табаны салмақты болады? Неліктен тұрғының табаны ауыр болады? Неліктен табан немесе сақинаның өзегі муфтаның үстінде болу қажет? Тұрғының түп қоймасы салмақты болады, ал табан мен сақинаның өзегі муфтаның үстінде болу қажет. Неліктен? Зертханалық құралдардың қайсыларын табан, ал қайсыларын сақина көмегімен бекітуге болады? Ойланып көрейік. Ал келесі құрал өте жиі қолданылатын құрал спирт шамы. Спирт шамымен құрылысымен және жұмысымен танысайық. Құрылысы. Біріншісі бізде резервуар дейді, немесе спиртті құюға арналған ыдыс. Екінші номермен спирт шамының қақпағы көрсетілген. Бұл қақпақ спирт шамын өшіруге арналған. Үшіншісі түтікшесі бар диск. Фитилді бекітуге арналған және ыдыстың саңылауын жауып тұрады. Төртіншісі білте. Спиртті ыдыстың саңылауына әкеледі. Ал осы спирт шамы беретін жалынның құрылысымен танысайық. Төменгі, ішкі, суық бөлігі бірінші номермен белгіленген. Оның температурасы 350 градус Цельсийге дейін барады. Орташа, жарқыраған, ыстық бөлігі көміртегінің қыздырылған бөлшектерінен тұрады. 1200 градус Цельсийге дейін барады. Жоғарғы түссіз ең ыстық бөлігі судың қыздырылған буларынан тұрады. Яғни жалынның құрылысы немесе жалынның құрамы ол жанып жатқан заттың құрамына тәуелді. Оны әрі қарай химия курсында үйренетін боламыз. Ал енді қысқа видеодан оның құрылысымен, яғни спирт шамының жұмысымен танысқан кезде жалынды байқауға болады. Ал енді жалынның бөліктерін өздерің атап көріңіздер.
Төменде берілген суретке мұқият қараңыздар. Бұл жерде химиялық зертханада жұмыс жүріп жатыр. Түгел ережелер сақталып тұр ма? Әр оқушы номермен белгіленген. Қайсысы оқушы ережені дұрыс сақтамай тұр? Ол не істеу қажет? Неліктен ережені қатаң ұстану қажет? Неліктен суреттегідей істеуге болмайды? Бұл сұрақтарға ойланып көрейік. Бүгінгі сабақта сіздер қауіпсіздік ережелерімен таныстыңыздар. Химиялық зертханада жұмыс істеу ережелерімен таныстыңыздар. Осы алған білімдеріңізді тексеріп көрейік. Сол үшін осы суретке қысқаша сипаттама беріңіздер. Жазбаша түрде жазып тапсыруларыңызға болады. Ең алдымен талқылаңыздар. Сонымен осы сабақта алған білімдеріңіз туралы не айта аласыздар? Сіздерге не түсінікті болды? Ал қай жерден қиыншылық? Назарларыңызға рахмет.